Достар, видео басылмай тұрып сіздерге 3 адамға 100 алмаздан ойнатқым келіп отыр. 300 алмаз, яғни 317 теңгеден 1000 теңге болады. Смело ойнатамын. Достар, ол үшін достар 100 алмаз ұту үшін не істеу керек? Осы видеоға лайк басасыздар и төменге ID қалдырасыздар. Сосын ең көп комментарий жазасыздар, болды. Достар, көп комментарий жазған обязательно ұтады. Так что 3 адамға беретін боламын. Смело комментарий жазып, лайктарыңызды басыңыздар, арнаға жазыңыздар. Ал ендеше достар, ол видеоның, 100 алмаздың отчет келесі видеода шығады. Конкретно былай кивимен аударған барлығын скриндап сіздерге көрсететін боламын. Ал ендеше давайте достар, видеоға кеттік. Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Келли ютуб арнасы. Достар, қалайсыңдар? В общем, бізде ендігі элитный пропускты айтып кететін болдық. Маусымда шығатын элитный пропуск, осы майдан кейінгі маусымда шығатын элитный пропуск. Және де бұл элитный пропуск жестко ойнап тұр. Мотоциклға скин. В общем, мысықтың бірдеңесі ма, в общем, Free Fire'ның бірдеңесі бұл. Бұл бір ютубердің обзоры, элитный пропускқа. Мен сіздерге соны қазақша аударып, әдемілеп көрсеткім келіп отыр. Так что лайктарыңыз басып арнаға жазылып қойыңыздар. Мына параңққа да жестко, прям жестко скин шығып тұршы. Бұл элитный пропускты точно алу керек деп ойлаймын. Ал достар, қараңдар тағы. Мотоциклға да қандай скин, жестко. Мына параңқты жестко алу керек. Қазірге осы болып жатқан элитный пропусты жестко бомбичный ғой. Прям олдский элитный пропусктардан да солар ұнайды. И қазірге тағы да осы элитный пропусктар жаман ұнады. Тағы мотоциклға осы скин бізде болса, так сосын мынау бізде элитный пропустта үнемі береді. Бұны элитный пропуск алмаса да тегін беретін, 40 медал жинаса беретін. Және де бомбичный барлығы сосын бізде набор, қыздың наборы бір алмаз. Қыздың наборы жестко ғой. Әдемі оны. Үстіне аппағын киіп алсаң, баланың наборы вообще аппақ. Аппағын киіп алсаң болды ғой, нормально ғой. Еще бір аяғын қараңдаршы, бір аяғы қандай, бір аяғына капрон киген, бір аяғына кимеген сияқты. И басын өзін бөлек-бөлек киіп алуға болады, барлығын бөлек-бөлек. Так. Сосын бізде мынау пулеметқа скин. Дым скорсы ештеңесі жоқ, енді бұлардың. Элитный пропусктың барлығында сондай шығар. Дым скин болмайды. Сосын астында оружейный джекпот, карта схрона, мынау скин дерзк. Енді пулеметқа скин жоқтар болса алуға болады. Менде де пулеметқа скин жоқ деп ойлаймын, так что аламын деген ойдам. Или элитный пропустты алған ба? Білмеймін, менде жоқ. Және де эмоциясы күшті, прям қазір эмоциясын қараңдаршы. Эмоциясы қараңдар. Жылаған сияқты, типа отырып алып жылайды ғой. Бомбичный кәдімгі беріліп тұрып сен сияқты. Әдемі, жестко. Но бізде элитный пропуск алмаса да 110 ба? 110 медал жинаса тегін береді. Так, келесі. Мынау бізде аватарка. Мына фон. Рюкзагын астында рюкзак көріп тұрсыңдар ма? Рюкзак бомбичный. Или лутбокс па? Лутбокс екен, то есть. Қателестім, кешіріңдер. Мынау бізде доска. Бомбичный Осы элитный пропустар жестко ұнап жатыр маған. Еще мынау бізде. Мына рюкзак қазір астында мышық па? Не, түлкі ма? Білмеймін, қазір рюкзагын көрсетеді астына түсіп. Мына. Екінші рөвендікі вообще. Бірінші рөвендің өзі дерзко. Бомбичный. Элитный пропустар жаман қатынап жүр ақыры кезде. Так, бізде міне баланың наборы осы. Баланың наборы аппақ. Үстіне бөлек киіп алсаң, дерзко. Басын өзі дерзко. Басын сет құрап алуға болады. Үстіне киетін вообще дерзко. Басып көрсететін болады. От шығып тұр ғой. Осы міне қара, үстін любой сет құрап алып, жестко сет құрап алып киіп алуға болады. Еще құйрығы шығып тұр. Шорты еді, олдский шорты бар сияқты. Типа ана жағына капрон, екі жағында екі түрлі капрон дейма, носки дейма. В общем, шығып тұр. Аяқ киімі жерскі, бірақ аяқ киімі қатты емес.
Мә достар, осындай элитный пропуск болды. Келесі маусымда шығатын элитный пропуск осы. Достар, видео ұнаған болса арнаға жазылып, лайктарыңызды басыңыздар. Достар, прям лайктарыңызды басып жатқандарыңызға от души рахмет. Мендегі актив көтерілгенше осындай керемет видеолар көтеріп түсіріп жүрмін. Ал жақында бізде көптеген стримдер болып тұрады. Арнада элитный пропуск ваучер ойнатып отырамын. Так что лайктарыңызды басып, арнаға жазылып қойыңыздар. Ал ендеше сіздермен болған келді. Сау болыңыздар. Мін, қараңдаршы. Жестко. Давайте, достар, сау болыңдар.